ұйқы келмейді деп бастап жатырмыз, енді қарсы алып жатырмыз. Енді бұл енді ән хитке айналды. Позитивті жауап берейік. Иә. Позитивті жауап бермеске болмайды, өйткені өзі позитивті ән. Бұл ән... Анау ән емес, бұл хит ән. Хит ән, иә. 3 күн қазақ интернетін жалпы. Бәрі талқылады. Қалалықтарда да барлық жерде. Елмен бірге күліп, бүкіл шыққан неше түрлі пікірлердің бәрін позитивті қабылдауға тырыстық. Негатив көп болды ма? Негатив, позитивті екеуі тең болды. Басында орындаушыға әңгімелер көп айтылды, одан кейін жай маған көшіп кетті. Басында шынымен де осы аты орындаушының Алина Шакиева деген. Алина көп жазып жатты, одан кейін бір қарасам әңгіме өзгеріп Рамазан Амантайды тауып алды. Авторы өзіне келсін. Өнер адамдармен отқан кезде кішкене сөзге де келіспей қалдық, енді жаға ұстасып кеткен жоқпыз. Бірақ енді барлығы талқылады бұл. Талқылады, мен енді түсіндіріп айттым, маған ұнады дедім. Мен ұнаған соншалық сөзінде жаттап алдық. Ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді, ұйқым келмейді, өткеннің шамы сөнбейді. Осылай. Басындағы қош бол деп айттың, тағы да бір деме дедің дейді. Ма айтады, не сөз ол дейді. Мен айтым дұрыс қой. Екеу ұрысып жатқан кезде қош бол деді. Ары қарай мы істемей қалды ананың уже. Тағы да бірдеңе деген, ол это уже не важно. Главный ключевой сөз қош бол деп айттың. Бірдеңе дедің деген, любой адам ұрысқан кезде бір сөз айтады, арғы жағын естімейсің. Ол сен болды ғой. Қош бол деген. Ана сөз ауыр тиеді, болды. Солай түсіндіріп беруге тырыстым, енді өзім жазған адам сол айтып бердім жұрттарға. Сіз өте дұрыс түсіндірген екенсіз. Мен сізді жақсы көремін. Бірге түсіндірейікші деп айтып бердім. Негізі бұл ән Алина ханымға дейін жазылған ән, ол кісіні мүлдем танымай тұрып, ол кісіні мүлдем таныспай тұрып жазылған ән 2020 жылы әйгілі карантинде ең бірінші мәтіні жазылған ән. Сосын барып Диана Исмаилова сазгер досым оған ән жазды. Сосын барып 2 жыл бойы қаншама әншілерге ұсынылды, қаншама адамдар тыңдатылды. Бір қызығы сол кезде ешкім сынаған жоқ. Сөйтіп... Алған да жоқ. Ау? Алған да жоқ. Ешкім алған да жоқ. Бірақ сынаған жоқ, е? Сынаған да жоқ. Алина орындау ерекше болды, енді шамалы. Акцент болды, содан кейін көзге түсіп қалды, е? Сөйтіп трендке айналып кетті өзіміз. Қатты бір хайпты қуған адам емеспін ғой. Танимын ғой. Бұрынғы ақындарымыз өзінің бастан кешкен нәрсесін жаңа өлең қылып жазатыны бар еді. Сен дәл осы әнге жазған сөзді өзің басынан кешіріп отырып жаздың ба? Мен жауаптың алдында айтып кетейін. Рамазан Амантай осы уақытқа дейін 400-ден астам әнге сөз жазған. Дұрыс қой, сөзін жазған. Ақын. Ақын. Енді барлық әндерге сөз жазып, оны барлық өмірден өткізетін болса, Рамазан... Мен Рамазаннан естіп тұр ғой енді оны. Кешірім сұраймыз. Мүмкін бұл әнге басқаша болған шығар деп. Айтайын дегенім, халыққа бұл тек қана ұйқым келмейді жазған жоқ. Рамазан қазір жуырда салтанат Рамазан Амантайдың бас жаңалығы үлкен концерт болды, шығармашылық кешің, шын жүректен құттықтаймыз.